бір саусағыңды көрсетсе ұятсыз, екі саусағын көрсет дейтін заман болып кетті ғой қазір. Қызғанғанды жақсы көремін. Ешқандай әртіспен мен мысалы жүргім келмейді. Бір жынды ғой енді. Это не мой уровень. Баняға кірдім, шешіндім. Жаңа 40 қыз. Өзі мынандай ғана кішкентай қара тізімге менделіндім. Негізі өзім жек көремін. Бағдарламаны көрер алдында Жеңіс шоу YouTube каналына қосылыңыздар. Демеушісі емдеу сауықтыру кешені Оқжетпес Алматы филиалы. Сәлем достар, бүгін менің қонағым ерекше, қазақ өнеріндегі орны бөлек менің досым, әнші, ұстаз, режиссер, продюсер, тамада, муж, отец. Құдай берген бекші. Қалайсың, амансың ба? Негізі 8 қырлы бір сырлы деуім керек еді. 8 қырлы 5 сырлы қылып жібердің ғой сен мені. 8 қырдың өзі саған аз ғой. Мен сенің өнеріңді білем. Сен білесің бе? Біз әріптестер бас қоса қалсақ, сенің әрбір әңгімен афоризм болып кеткен ғой. Ана Құдай берген ағамыз айтпақшы деп інілеріңіз айтады. Ана Құдаш айтпақшы деп өзімізді қатарлас. Жақсы жағынан айтатын шығарсыңдар сендер енді. Қазір енді Жеңіс заман енді бір саусағыңды көрсетсе ұятсыз, екі саусағын көрсет дейтін заман болып кетті ғой қазір. Аға, сондықтан басың бәлеге қалады, сондықтан дұрыстап айтып жүріңдер енді. Не жаңалық өзіңде? Сол не жаңалық, жаңағы қазақта мақал бар ғой енді, соқыр ұстағаннан таймас деп. Сол өнерде жүрміз, Құдайға шүкір. Өте жақсы, былтырғы жаңалығым өте керемет болды, өзің көрдің. Биылғы жаңалығым бісміллә деп, енді не де болса деп мен енді Дубайдан бірақ шықтым ғой. Дубайға барып той басқарып келдің? Иә, тойда болдым. Бірақ енді біз барып, енді керемет болып қайттым. Барған кезде енді бір жолдастарымыздың тойына бардық. Қазақтың қара домбырасы мен жұртты қаратып, әдемілеп тұрып, сол бет ашып, жаңағы керемет болды. Енді келініміз өте бір сұлу қазақтың қызы шіркін-ай деген кезде таңданатын сондай той болды. Сол сояқта демалдық. Құдайға шүкір дейсіз ғой. Расында мен сені еңбекқор адам ретінде жақсы білемін да. Өйткені расында да әңгіменің шыны керек, екеуміздің шығармашылық осы үлкен сахнада бірге басталды десек те. Міндетті түрде. Өйткені мен есімде екеуміз сол. Сен де негізі сенің мамандығың актер, оны білеміз. Музыкалық театр актер. Сосын өзің жеке эстрада әншісі болып бастаған кезде де талай екеуміз мынау ән қалай болады, мынау ән қалай болады деп екеуміз ақылдасқан кездеріміз де болды. Содан бері сен Құдай берген Бекішев тек қана әнші емес, сен жаңа айтып отырсың ғой. Бетті де ашасың, тойды да жүргізесің, соңғы кезде концерттерді де ұйымдастырып жатырсың. Иә, өзімнің жеке концертім бар, оны өзің білесіңдер, әндер мен жылдар. Ойпырмай, ол әндер мен жылдарды енді соның енді патшайымының бірі сіз енді. Әндер мен жылдарды мен ұйымдастырмағанда кім ұйымдастырады дейсің ғой? Иә, мен ұйымдастырмағанда. Басы қасында өзің жүрсің, осы Қазақстанның сахнасының әнінде де, әртістердің ортасында да, сол сахнаның жылында да. Иә, сол әндер мен жылдар енді бір керемет дүние. Енді бар адам барлығын айтады ғой. Сондықтан сол концертті жасағанда кейбір айтады, ойбай, Құдай берген Бекішев деген байып жатыр, сөйтіп жатыр деп. Енді Құдайға шүкір, ауыздарын алмай. Бірақ ол енді творчестволық концерт екенін өздерің білесіңдер. Жаңағы инемен құдық қазғанда мен барымды салып сол концертке жасаймын. Ертең мәселе бір жерге барып жақсы әдемі қылып өлең айтып кетіп қалып, ондай қолымыздан келеді. Бірақ енді мынау үлкен сахнада жүргеннен кейін бір адамның қолтаңбасы қалу керек қой.
енді біз есейдік, баяғыдай жағы 40 жас емес, қайран қырқай қамал алған. Бірақ сол өнерде өзіміздің орнымыз болсын, өнер адамымен бірге болайық, біріміздің сырымызды біріміз өзің айтасың. Оның ең қызығы сахнаға шығу емес, сахнаның сырты жеңіс. Бірімізбен біріміз жағы туыспыз ғой, енді өнердегі туыстарымыз. Сондықтан бас қосып ана жерде жаңалығымызды айтады. Одан телевидение келеді, өсекші телевидение бар, айтатыны бар, айтпайтыны бар, анау сөйтіпті, мынау бүйтіпті деп жаңалықтар бар. Оны айтып жатамыз, жарысып, ел аузында деген бар, керемет. Оларға жаңалығымызды айтамыз. Сондықтан анау күнгі өткен әндер мен жылдар бір керемет болды. Астанадан жұлдыздар келді. Негізі жалпы өте компактны, сосын жаңағыда өзіңнің сенің жаңағы жанашырлық, жұмысқа деген жанашырлығын көрініп тұрады. Оңай емес. Осы концерт ұйымдастыру барысында сенің қитығыңа тиіп бір жаңағыдай бір арыңа тиіп, ессіз бір қылық жасаған әріптестерің бар ма? Осыны екінші кәрі шақырмас, бір оңбаған екен деген болады ғой ондай. Жалпы енді мен топырақ шаша алмаймын. Менің түсінігім бойынша жалпы өнер адамның сол концертте мен әрқайсының бір тұлға екенін білемін. Маған сол ұнайды. Сол жағы бір кісілер айтады, ойпырмайым, бұлардың әрқайсысы бір төбе, бір тұлға, бір жынды ғой, енді бір үйдің еркесі ғой деп сөйтіп айтып жатады. Солардың барлығын бас қосып, соның капризін көтеріп, солардың жаңағы қылықтарын көтеріп жатудың өзі бұл оңай дүние емес. Сондықтан енді бір жерде менің алға қойған мақсатым концерт шығарып біреумен жаңағы тайталасып айтысу емес. Менің алға қойған мақсатым сол әдемілеп, жаңағы ювелирный дүние қылып халыққа жеткізу. Мен шақырған кісілердің барлығы бір тұлға екенін менің көзім жетті. Әндер мен жылдар деген бағдарламаның өзі, бұл әндер мен жылдар. Бұл жылдар бойы сахнада ән айтып жүрген өзіңнің қатарлас әріптестеріңнің қатысқанын қалайсың? Сахнада қартайған әріптестеріміз. Жасы келіп қалған әріптестеріміз бар ішінде. Солардың ішінде, мысалы үшін, мен өткенде бір сенің маған Женкау, мыналардың басқаға ба, қақпай ма, ананы шақырып едім, солай деп айтты деген есіңде ме? Соны айтып жүрші. Ондай бір қызық бар. Әрқайсысына жақсы көріп тұрам ғой. Енді ер адам болғасын, енді ер кісілерден гөрі қыз балдарға хабарласқан жақсы көремін де, сол бір кісіге сонда құрметтеп, сен көптен бері көрінбей кеттің, осы мынау жора жолдастармен бірге болайық десем, содан ана кісі бір шамалы пауыз ұстап тұрды. Сосын мен ала деп жағы соты үйдің несі таусылып бар жатыр, уақытым жоқ. Сосын бір кезде ойлады, айтты бір кезде, это не мой уровень деп. Соны таңғалым, айналайын, сенің уровень Мақпал Жүнісова, Роза Рымбаева, Жеңіс Қақова шығып жатыр. Олар жоқ, это ихний проблема дейді ғой. Сол бірақ енді телевидениеға шығуға өзі зар болып жүр сондай азаматтар. Сондайлар кісілер де бар да, мен ойлаймын, ол енді әлде ішкі қызғаныш па екен. Енді қазақ енді біз қызғанғанды жақсы көремін. Қызғанғанда табылатын қасыңнан көңілім бар, қызғалдақтай ашылған. Көріспесек сағыныштан жүдейтін кім бар екен, бала күнгі досыңнан деп. Енді ол дос болып біздерге қала береді. Шықпаса шықпай-ақ қойсын, ештеңе қылмайды. Бірақ енді біз енді Жеңіс екеуміз совет заманынан келе жатқанбыз. Советский патриоттар, коммунистер деп бізге айтады. Енді менің сол өнерге келіп, тай басып жүргенімізде, біз енді мысалы өнерді Қызылорда театрынан бастадым. Енді үлкен өмірге Нартай Бекжановтан бастадым. Сол жерде актер болдық. Одан филармонияның солисі болдық. Одан ұстаз болдық. Оның барлығы айналып келсек, жұмыс екен ғой. Оның бәрі жұмыс, өмірлік сабағың. Иә, өмірлік сабағың. Бір нәрсеге қатып қалған жоқ, мен осыдан басқа деп. Содан бертін келе Алматыға келіп, үлкен сахналарға шыққан кезде, енді тай басып сахнаға шығып атқан кезде, енді біз шығайын деп тұрғанда, мысалы, кейбір режиссерлар, телевидениенің кейбір редакторлары бүйтіп, сен шықпайсың, сенің уровенің емес деген күндер болды. Мысалы, саха уже дайындалып, шығайын деп атқанда, дайындықта боласың. Иә, эфирге сол ең дүниедегі ауыр дүние сол. Мысалы. Одан да өліп қалмай шықтық қой дейсің. Одан да өліп қалмай шықтық. Соның өзі сабақ болды. Сонда ұнжырған түсіп келген кезде, оны сені қолдайтын үйдегі жарың. Құдай қаласа осы деп, сен әлі жұлдыз боласың деп, мысалы, өзіңнің подругаңа, жанына сөйтіп айтып жататын. Бірақ бір күні
сондай дүниелер болды. Екінші күні республика сарайында үлкен бір концерт болып жатыр. Сол кезде телевизиялық Қазақстан телеарнасы түсіреді, Шашу деген арна. Шашу деген арнаны түсіріп, менен дайындалып, бүкіл бишілерімді дайындалып келсем, жаңағы өзіммен оқыған сокурсницаларым бар, енді жұлдыздар, енді аттарын айтпай-ақ қояйын. Сен де ән айтатын болғансың ба деп, жаңағы мені менсінбей, жаңағы әртістердің өздері бір топ болып кетіп, мен мына жақта қалып қойып. Сен актер, пародист болып бастадың ғой. Солдай деп, сондай айтқандар болды. Сонда мен айтам деймін да. Бірақ сенің бітірген оқуың музыкомедия емес пе? Музыкалық қой ол мәселе. Қазір енді біз енді оқыдық, тоқыдық, білім алғанмен қазір енді сахнаға жаңағы дипломның керегі де жоқ екен ғой. Сол мен ойлаймын, біз несіне оқыдық екен осы кезінде деп, сол кезде деп. Бірақ заманның сол кезде сондай заман болды. Сондай қыл көпірлерден өттік, дегенмен де соның барлығы адам баласы ұнжырған түспей, қайта ол солардың айтқанына мен рахмет айтам. Қандай керемет. Солар мені өсірді. Менің мектебім сол болды. Әйтпесе сен күштісің деп мысықты да күнде котлет берсең, мысық та өліп қалады екен ғой, сол семіздіктен. Сен жақсы деген, сол жаман деген сөзді көп айтқан сайын адам деген өседі екен. Бірақ оны көтере алатын жігіт болу керек. Өте дұрыс. Құдайберген, мен сені қолдаймын, өйткені расында да сынды көтере білу керек. Ол нағыз жігіттің мінезі. Оның үстіне, егер де сен дым істемей, бір жерде ұйықтап қалсаң, отырған күй отырып, саған сын айтпақ, саған сын айтпақ түгілі. Отырған қыз орын табады. Саған сын айтпақ түгілі, сен ұмытып та кетер еді. Егер де саған артыңнан әңгіме еріп сын айтылып жатса, сен жұмыс жасап жатырсың. Енді осы сынды біз енді бала кезімізден өстік қой. Жаңағы сөздің шындығы керек, жағдайымыз өте төмен болды. Сол анау қара судың, қара нанның мен дәмін қалай болатынын жақсы білем да. Қазіргідей дүкенде тұрған, сөрелерде тұрған емес, 100 теңгеге ала салдың да үйге барып жейтін дүние емес. Біз ол қалай өсті, қалай ол пайда болды, қалай қара нан адамның аузына түседі, соны еңбекпен өстік. Сол бала кезімізде бұғанамыз қатаймай тұрған кезде біз отын тасып, су тасып, еңбектендік. Сол мен 6 класс, 7 класс сыныпта оқып жүргенімнің өзінде бізде ауылымызда заготзерно деген болады, күріш өндіретін. Сол жерде мен жұмысшы болып сабақтан келем да, кешке жұмысқа кететінмін. Сөйтіп 4 сағат жұмыс жасайтын. Мен кішкентай жаңағы кәмелетке толмағасын, маған 4 сағаттық жұмыс беретін. Бірақ сол 4 сағаттық жұмысты мұздайда істеп, сөйтіп жүріп те біз адам болдық. Мысалы, сондықтан мен ойлаймын, маған бұл өмір, Алла тағала адам баласы дүниеге келген кезде біреуіне дара жол, біреуіне сара жол, біреуіне қиын жол берген да, сол мен деп бүйтіп шыққан кезде сол қиын жолды ұстап қалған болуым керек. Сондықтан менің әрбір осы өмірге істеп жатқан тіршілігімнің барлығы да ол әрине қиын жолмен келе жатыр, қара еңбекпен келе жатыр. Бірақ менің бір қуанатын жерім қазақ болып туғанымызға, осы қазақ елінде өзіміздің халқымызға мен әрқашанда басым деймін. Мен түсінген адамға айналайын халқым деп, мен мысалы толық айтуға хақым бар. Өйткені баяғыда Роза Бағланова апамызбен жүруші едік. Жүрген кезде ол кісі айтады, халқымнан айналайын, еркелеткен деп, ол кісі енді бүйтіп шығушы еді ғой. Сол кезде айтатын, халық бұл кісіні қалай еркелеткен екен деп. Сол кезде мен түсінбейді деп сөйтсем, солай еркеледіге, сол еркелікке енді біз жеттік. Біреулер енді еркелеймін деп, мысалы, көп еркелеп кетті. Ол енді еркелей берсең де халық орнына қойып келеді. Сондықтан ол көп еркелеудің де керегі жоқ. Сонда ақылды ерке болу керек та. Марапатында еркелікті де көтере білу керек дейсің ба? Сондықтан сол еркелігін көтеріп жүрген мен халыққа мыңда бір рахмет. Ал енді бүгінгі күні Құдайберген Бекішев кіммен гастрольге шыққысы келмейді? Біздің әріптестердің арасынан. Жоқ, әріптестерім мен енді болады ғой бір, мен анаумен бар ғой, жолға тіпті шықпаймын деп. Жоқ, мен әртістермен шығайын десем қорқам. Неге? Тағы администратор болып кетіп, жұрт әртістер, Құдайберген анау болмай жатыр, мынау болмай жатыр деп, жаңағы әртістермен жұмсауы мүмкін. Сондықтан мен ол жерде жаңағы қазақта мақал бар ғой, жаңағы отыннан кіріп күлінен шығатын, ондай болғым келмейді. Сондықтан ешқандай әртіспен мен мысалы жүргім келмейді. Қазақта мақал бар, бір жақсы сөз бар ғой, төмпешік орын тепсе өзіне тау, оның да ой шұңқыры қызығы бар дейді. Сондықтан мен мысалы тау болмай ақ қойып, төмпешік болып жүре берейінші осы. Басында мүмкін емес деп ойлаған бір мақсатыңа жеткен жеңісің бар ма?
болады ғой бір мүмкін емес мынау деп, бірақ соған сен жетіп қолыңды жеткізіп соған ойпырмай мына менің қолымнан келді ау деген бір өміріңде бір жақсы бір. Енді сөзіңізге мен енді былай бірден қазақта бір жақсы сөз бар. Екі сөз бар да, бір ешқандай тілге аударылмайтын. Біреу шүкір деген сөз. Екіншісі түтінің түзу шықсын дейді. Енді мен үйімнің түтін түзу шығып жатыр. Аллаға шүкір. Оған мен шүкір деймін. Сондықтан мен енді өзімнің алдыма бір жатып мен бір дәрежеге жеттім ау, мен сондаймын деп шын айтамын. Мен ойланбаппын. Мен сөйттім, мен жетіп едім осыған, мен деп ешқандай менде ой болған жоқ. Маған әрқашанда менің әлі істемеген дүнием алдымда сияқты болып көрінеді. Біздің әріптестерімізде қызық мінез бар. Сенің өзіңнің бойыңда өзіңе ұнамайтын қандай мінезің бар? Өзімнің жының келеді ғой. Мен өзімнің жын келді ғой. Негізі өзім жек көремін. Жоқ, шындығы мен өзімді мен жақсы көрмеймін. Айтып жатады ғой, адам өзін сыйлау үшін өзіңді құрметтеуің керек, өзіңді жақсы көруің керек, сол кезде сені құрметтейді деген. Сол мен бір-екі рет бір жасанды болып жаңағы баритон дауыспен қалыңыз қалай, сәлематсыз ба деп былай жаңағы ақсүйектілік бір неме жүрсем маған болмайды екен. Анау ауылда жүрген кезде, мектеп қабырғасында жүрген кезде қандай бала болдың? Мен енді негізі керемет тәртіпті бала болдым деп айтпаймын. Мен өте жаңғалақ, соны айтып тұрмын ғой. Жақсы бала болып өскен жоқпын. Мен негізі батыр бала болады деп болған жоқпын. Жасырынып тұрып жүрген аймақты, қас дұшпанды батыр бала байқапты деп ондай болған жоқпын. Мен енді білдім, Ленин ата біз ұлан, сенен туған жас көңіл, сенің нұрлы шұғылаң, бізге әп берген жақсы өмір деп. Сөйтіп Лениннің атамыздың сол шұғыласыменен, сол кісінің бір тамаша әніменен енді бала болып өстік. Мектепте ән айтатын бе сонда? Бала болып жатқанда мектепте жақсы ән айтатын. Бір күн мұғалімдер ұрсатын, оңбаған, сен деген махаббат жайлы ән айтасың. Айтуға болмайды. Мен өте бұзық болдым. Жаңағы біздің оқитынымыз Бердібек Соқпақбаевтың тамаша жаңағы менің атым Қожа. Біз енді кітап оқитынбыз. Ол кезде енді компьютер деген жоқ. Жаңағы шешем марқұм айтатын, жатпайсың ба десеп, жаңағы мынандай фонар бар ғой. Соны көрпенің астына тығып қойып, соныменен бүйтіп тұрып оқып, ертеңіне айтып беретін. Ол мен ойлаймын, сол кездің өзінде де менде бір болған болу керек. Егер мен бизнес сол кезде жақсы таптым. Неге дейсің ғой, Жәке? Мен енді марқұм шешем кемпірлердің үйіне, кемпір шалдың үйіне апаратын. Бір күн мына үй, бір күн мына үй деп. Сол баяғы өткен заманда дін мұсылман аманда деп баяғы 40 қыз, Манас, Қозы көрпеш Баян сұлу, Қыз жібек, Қобланды, Алпамыс батырдың эпостық жырларын, батырлар жырларын, лирика эпостық жырларын мен сол жерде жаңағы кітапқа қарап оқитынмын. Ана кісілер деген енді 10 рет оқысаң, ол кісілер отырады. Кей кезде баламын ғой, шаршам, бір жерлерін тастап кетті. Ана бетін тастап кеттің ғой, қайттан оқы дейді. Сөйтіп отырып, шешеме бір сом ақша беретін оқыған үшін. Шешем жаңағы бір сом енді керемет ақша ғой енді. Бір сом дегеніміз? Бір сом қазіргі 1000 теңге ғой енді. Енді 5-6 класста оқитын баламын ғой. Бірақ сен сол үлкен кісілерге сол кітапты оқып беремін деп? Молдас бүйтіп құрам, нағылада. Біз енді таянып жастық беріп нағылмайды, молдасыңды құрасын. Кітапты бүйтіп қоясын. Баяғы өткен заманда дін мұсылман аманда, Қарақалпақ елінде 40 қыз деген қыз сәрбиназы болыпты, жұрны болыпты деп соны бастайтынмын. Сонымен бастаймын. Сосын аналар шай ішіп отырады, сөкпенен, тәріменен. Не деген керек. Майда боңғыс болғандай ғой сонда. Мен айтам, бір былай қарасақ, кәдімгі сөз театры. Кішкентай ғана үйдің ішінде сөз театры болды. Сондықтан менің сақау болмағаным сондықтан. Қазіргі көп балдардың енді кей кезде біз табиғаттан, экологиядан көріп жүреміз да, балдар тілі шықпай қалып жатыр. Мысалы, театр академиясында мен жұмыс жасағанда көп балдардың тілдері жетіспей келеді. Не десеңіз, ол баста мынандай сондай дүниелерді оқымаған. Сондықтан соны оқып мал табатын біз. Соның бәрі өзіме кейіннен сабақ болды. Соның кейіннен еркін тақырып жазған кезде мектепте. Бірақ мен бұзық болдым, мұғалімдерге тиісе беремін. Біреуге кнопка қоятынмын, картаны теріс іліп қоятын, бақа салып жіберетім. Сөйтіп жүріп, мен сыптыға аударып жіберді. Осы бәледен құтылайықшы деп. Сөйтіп сыптыға кеттім. 9 сыныпты бітіргеннен кейін
ол кезде бір жаман балдардың спискісін салып жібереді ғой, сол жаңағы қара тізімге мен де іліндім. Бірақ сол жылы мен барған жылы бір мына заң шықты, тек бұзық балдар емес, шамалы таланты бар балдарды СПТУ-дың уровенін көтеру керек деп. Сөйтіп барып СПТУ-дың уровенін көтердің. Бірақ шықтым да, ол жерде менің бір жаңағы өзіміздің Жас дәурен деген ансамбль ашылды, алдында Алтын арайға қатысып жүргенмін. Сол керемет СПТУ енді мен жақсы дүние болды. СПТУ 150 ма әлде 150 деген. Сол жерде оқып жүріп, мен өте көп білім алдым ол жерде. Мамандығың қандай болды? Мамандығым ең бірінші тракторист, машинист деген болды да. Екеуміз мамандығымыз бірдей екен. Мамандық бәсе. Мен де СПТУ-да оқығанмын. Да, СПТУ-дан түлеп ұшқан жастар едік деп па. Сол СПТУ-да оқып, жалпы СПТУ-да оқып жүргенде мен көп сөз жақсы білім алдым. Жалпы өмірде неден қорқасың сен? Өмірде мен көп нәрседен қорқамын десең. Иә, өмірде бәрінен қорқам, өмір деген Алладан қорқам. Ол естественно. Иә, ол табиғи. Алладан қорқпайтындар да бар ғой. Не бір қылмыс жасап жатады, не бір жауыздық жасап жатады. Өмірдің өзі деген сондай, мысалы, лақтырған добың өзіңе бәрібір қайтып келеді. Өзіңе тимесе де кейіннен ұрпағыңа келуі мүмкін. Өзіңе тимей бұғып қалуы мүмкін. Өтіп кеттім мен деп, бірақ сол барып ұрпағыңа барып кейіннен кетеді ғой. Сондықтан жауыз адамдардан қорқам. Өмірде ең жек көретін қызғаншақ адамдар, іші тар адамдар. Сондайдан қорқамын. Сондайдан, ондай тар, сенің сенің жаңағы кереметтілігіңді қызғанып тұратын сондай адамдардан қорқамын. Ал мына өмірдегі ақылшың кім? Осы адамнан мен сондай көп нәрсе үйрендім, осы кісіге рахмет дейтіндей бір. Енді мен адамның ақылшысы, енді біз топ етіп түскеннен кейін өсесің, өнесің, мектепке келесің, ол ақылшың, одан келіп ақылшың жаңағы жоғары оқу орнын оқылдық. Жалпы ақылшылар көп қой. Халқым маған мысалы ақылшы деп айтам, бірақ адамның ең бірінші ақылшың ол сенің мынау ой түйсігің. Менің ақылшым сол деп есептеймін. Ал енді бүгінгі күні сен ұстазсың, оны жақсы білемін. Өзіңнің шәкірттеріңе жалпы мына өнердегі жаңадан қадам басып келе жатқан жас буын әншілерге, жалпы артистерге не айтасың? Қандай болу керек өмір? Енді мен оның жаңағы біздің айтатынымыз өміріңді енді менің енді үлкен аға ұстаз ретінде айтатыным ең бірінші айналаңды қадірлей біл. Егер де сен өзің қадірсіз азамат болсаң, сенің өнерің тасып тұрса да, сен қоғамға керек емессің. Сондықтан біз бірінші адам болуымыз керек. Сен өнерлісің ба? Егер де сенің талантың асып тұрып, сенің адамшылық қасиетің болмаса, ол қалай сен сыйлайсың? Розыгрыш болған жоқ па өміріңде? Көп болып жүр ғой, розыгрыштер көп. Бір күні неге бардық, гастрольде жүрміз, айта берейін. Содан Семей жақтың бір ауылында Розырымбаева бар, солар сосын бір қараш үйге апарып үйдеміз. Сосын маған жігіттер айтты, баняға түсейікші деп. Сосын мен айттым, қазір барам, мен өздерің түсе беріңдер деп. Олар түсіп алған, бір кезде маған айтады, баняға кірдім, шешіндім, шамалы жуынғаннан кейін айтады, мә құдай берген су бітіп қалды дейді. Мен баняда сабынданып тұрғанмын, су жоқ, кран қаяқты деп, кран жоқ бұл жерде, бочкамен әкелеміз дейді да маған. Содан деген үстім сабын, басымнан шампунь, ең болмаса көзім ашып тұр ғой десем, жаңағы жігіттер күледі. Сол бір жігіт шақырдым, былай мені орап алғанмын, әй бері келші деп. Ағай, не болды деп ана жігіт келді, маған айттым, маған су беріңдер. Ағай, бізде су жоқ, вообще су бүкіл мына жерде су таусылып қалды. Енді қайттым деп тұрым жаңағы баняның ішінде тұрмын, көзім ашып бара жатыр, бір кішкентай бір минеральный вода келген екен, соны менен басымды бүйтіп жудым. Бір кезде парға отырдым, бір кезде анау Берік деген бар ғой, жаңағы кім еді, жаңағы модельдер. Сол айтады, арқаңды сып берей, арқаңды нағылайын ба, ұрайын ба дейді. Мен айтамын, менің ұрғаны су жоқ қой десем. Содан тұрмын банядан, бір кезде біреулер күледі ана жерден. Сосын
ыстық су әкеліп берді бір кезде. Жаңағы кипяток 100 градус, осыны суытып тұрыңыз деп. Жаңағы мен бүйтіп кеткен, мана суды қойған, есіктің алдына бүйтіп ысытып, жаңағы суды құйып жатырмын. Ана жақта кемпірлер, иә, кемпірлер бәрі қарайды маған. Сөйтіп ұмытып кетіп жалаңаш тұрып, суды сыпырғанмын ғой, ашуланып. Бүйтіп тұрып, анау кемпірлер қарайды, есіктің алдында мынау жынды ма деп, суды сапырып жатырмын, анау суып болмай беліңді байламағансың. ұмытып кеткенмін әбден, не қылғанмын, шыға салып, ана көзім ашығасын. Соны бір кезде күледі. Сосын бірге бергі айтады, Құдеке барып іздесейші деп, жоқ қой кран деп. Сөйтсе мына сыпырғымен жауып тастапты кранның несін. Өзі мынандай ғана кішкентай кран екен, су ағатын. Соны жауып тастаған, сонда су бар екен. Сол розыргіш жасаған. Сондай енді дүниелер болып тұрды. Расында да Құдайберген, мына көзің айтайын, тіпті кейде бір отырыс отырғанда мен саған телефон шалдым, Құдайберген, біз мына жерде сені еске алып жатырмыз. Сенің әңгімелерің мына жерде уже анекдот болып кеткен деп. Өйткені сен сонымен айтамын ғой, сенің келіншегің айтады сонда, Құдайберген үйде өте серьезный, ол сендердің орталарыңда ғана жаңғалақ дейді. Бірақ біздің өнерпаз әріптестеріміздің ортасында сен хитсің таза. Құдайбергеннің әңгімесі, Құдайберген үй деген, Құдайберген бүй деген деп. Соны ойлаймын, сол Құдайбергеннің сөз қайдан шыға береді десем, сол эпостарды сол 13 жасыңнан оқып. Жоқ, қазір енді мысалы біздің арамызда Құдайбергенді эксплуатация жасайтын нелер бар. Өздері бір жексұрын бірдеңелер шығарып алады да, сол Құдайберген айтты деп сөйтетін бар. Ол да жақсы ғой. Иә, бықсыған нелер бар енді. Жоқ, сенің өзіңнің әдемі әңгімелеріңді мен білемін. Енді бұл әңгіменің бәрі анекдот қылып жібересің ғой. Өзің өміріңнен алынған бір анекдот бар ма? 91 жылдары совет заманы. Енді мынау Қытайда қарғайды екен ғой, Құдай бар болса, жағы реформаның кезінде ту деп. Ояқта реформаның кезінде, мысалы, совет заманынан егеменді елге ауысайық деп атқан заманымыз ғой. Концертке баратын болсақ, есіңде ма, жаңағы орнына қант бере салатын, ұн, күріш беретін, сондай заман еді ғой, бартермен жұмыс жасадық. Содан бір мына жерде 12 декабрь деген жер бар, Алматының жанында. Содан жаңағы жігіттер айтты, соғыс ішесіңдер ма дейді, бәріміз аш, тамақ жоқ, музыканттар бар, Роза апамыздың концерті, музыканттар бар. Сосын мен айттым, ішем өлейін деп тұрмын дедім, шөлдеп. Бір кезде 1-2 банка мынандай не әкелді, сок сияқты әкелді, ішем вино сияқты. Ой аға, бұл сондай вино өзі деп. Жаңағы бір банкасын бәріміз іштік, екінші банкасын іштік, үшінші. Сөйтсек анау вино екен. Сіздерге сок деп берді? Бізге сок деп берді. Бір кезде концерт басталайын деді, ана балдар шықты, бірдеңе қылды, мен шығайын десем бүйтіп. Аяғым жүрмейді, аяғым дәу керзібей етік байлап қойған. Мынандай лестницадан міне алмай тұрым ғой, бірден аяқтан алған ғой жағы. Сол аяғы лестницадан көтерілмей бір кезде келе жатсам, алдымда үлкен анандай микрофон, бірақ 5-6 болып көрініп тұр да былай. 5-6 болып көрініп тұр. Сол біреуіне келе жатырмын, келдім де басым дейдім былай. Басым дейін жұртты қол шапалақтап. Бір кезде бүйтіп тұрдым да қолымды бүйттім. Микрофон бірақ 5-6 сияқты дүңк етіп қолыма ілінді. Соны ұстап алдым да, әйнегі күн, шатыр аспан, кең дала төсі, толқыған егін, көлдері көкке күмістер шашқан Қазақстан Республика мен десем, алдында отырған жігіті бір кісі айтады, әй бала, микрофонға сөйлесейші дейді. Сөйтсем микрофонды бұлай қойып сөйлегенмін ғой, әйнегі күн, шатыр аспан деп. Сол сияқты енді дүниелер болып жатты. Сөздің шындығы керек. Сендерді алдап, бізді алдап ішкізген екен сөйтсек. Мен алдандым деп. Жарайды. Сағат енді осы 12-ге таяп қалды, осымен концертіміз аяқталды. Келген кісілер бүгінгі келген қадамдарыңызға гүл бітсін, аспандарыңыз ашық болсын, бір-бірлеріңізге 28 сағат суткасына ғашық болыңыздар, дендеріңіз сау болсын, аспандарың ашық болсын, келесі кездескенше қош сау, жеңіс шоу, әрқашанда жеңісті болсын. Амин.